Қазір техникалық кәсіптік білім беретін колледждерге ерекше екпін берілуде. Өйткені нарық сұранысы техниканың тілін түсінетін мамандарда. Шаһардағы Тараз техникалық және сервистік колледжі өткен оқу жылындағы көрсеткіштерді саралап көрді. Есептен түйгеніміз, колледж студенттері республикалық жарыстардан жиі жүлделі болып оралады екен. Жетістігін жалаулатпай, қорытынды жиында жетіспеушілікті де басшылық тілге тиек етті. Кемшілікті түзетіп, сапалы білім мен саналы тәрбиені қатар ұштастыру керек дейді. Бүгінгі таңда арнайы білім беру мекемесі түрлі сала бойынша орта білімді, алайда бәсекеге қабілетті мамандарды даярлап келеді. Жеті тоқталсақ, мейрамхана бизнесінде қызмет көрсету, киім өндіру және киім үлгілерін модельдеу, шаштараз бен сәнді косметиканы ұйымдастыру салалары. Сонымен қатар білім ордасы таңдаулы мамандық бойынша өңірдегі 45 кәсіпорынмен келісімшарт жасапты. Мақсат студенттердің жан-жақтылығын шыңдау. Я, как работодатель, сотрудничествую 3-й год. Мен жұмыс беруші ретінде колледждің жұмысына ризамын. Бірге жұмыс жасағанымызға 3 жыл болды. Мұндағы оқытушылар құрамы жоғары білікті мамандар. Ең маңыздысы, келісім шартқа сәйкес студенттер іс тәжірибеден өткеннен кейін бірден жұмысқа тұралады. Қазір колледждің белсенді жастары облыстық, республикалық және халықаралық деңгейлердегі спорттық іс-шараларға қатысады. Ширек ғасырға жуық тарихында білім ордасы арнайы қызмет көрсету саласы бойынша жас мамандар дайындап келеді. Солардың бірі әрі бірегейі колледж түлегі және паралимпиада ойындардың жеңімпазы Зульфия Кабидулина. Я закончила этот колледж в 1986 году. Мен осы колледждің 1986 жылғы түлегімін. Мұнда бізге білім берген мұғалімдер жұмыс істеді. Бұл жерден білім алғаныма өте қуаныштымын. Айта кетсек, жиын барысында болашаққа арналған жоспарлар нақтыланды. Мәселен, қызмет саласындағы құзыреттілік орталығының ашылуы, магистранттар үшін шетелдік өндіріс орындарында біліктілігін арттыру сынды нақты жобалар бар. Сондай-ақ колледжде мүмкіндігі шектеулі жандарға ағаш тасы, тігінші мамандықтары қарастырылғанын да атап өткен жөн. Дархан Бақтыбек, Әділбек Самаликов, Жеті Ньюс.